Айтыс. Ханифа балабақшаның ересектер тобында жүріп айтысқа қатысты. Ей деп бастап, кішкентай Айнұр болып, сызылтып әуенге салды. Тәуелсіздік мерекесінің мән жайын 4 шумақпен тәптіштеп айтып берді. Қарсыласы ол да осы топтың баласы Ермек. Ол домбыраны қағып жіберіп, тәуелсіздікке әрең жеткенін айтып, «Қайлайлым, қайлым, қайлайлым» деп балғынбек боп жауап берді. Бір қыз бен бір бала 4 шумақты мүдірмей төгіп тастады. Сәукеле киіп, үкі таққан Ханифа анда-санда ағаш тостағындағы қымыздан ұрттап қояды. Бала болса, қымыздан дәм татпады. Нәтижеде екеуі бірдей ұпай алып тең түсті. Екеуін де апайлары құрмет қағазымен марапаттады. Зал толы үлкен кіші сол жерді қазанға бидай қуырғандай қол шапалақтап көрді. Мұғалімдер айтыстың сәтті өткеніне мәз болып жүр. Ханифа бойын мақтаныш кернеп, айтыстың видеосын бірден атасының қалта телефонына салып жіберді. Ертеңіне атасы: «Қалай айтысқаныңды көрдім. Қарсылас баланы сөзбен тұқыртып тастадың ғой» деп маңдайынан иіскеді. «Жоқ, ата, тең түстік қой. Апа екеуің тең түсесіңдер деп алдын ала айтып қойған» деп бала көңілмен ағынан жарылды. «Қымыз тәтті ме екен? Қайта-қайта ұрттап отырдың, ана бала бір реттерін тигізбеді». «Ата, ол әшейін боста ұстаған ғой, апай осылай ұрттап отырасыңдар» деген. Жан-жақты баулыған екен де. Ертеңіне атасы белінің құяң ұстаса да, кібіртіктей басып, тәрбиешімен тілдесуге балабақшаға қарай кетіп бара жатты.